Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге холодецтің қалай пісірілетінін көрсететін боламын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Бізге осындай сырақ керек болады. 2 морков, 2 жұмыртқа оформлениеге, жуа, чеснок, өз қалауларыңызша, қара бұрыш, укроп, тұз. Алдымен осы сирағымызды жақсылап тұрып жуып аламыз. Мінекей жуып, тазалап, артық заттарын алып тастадым. Суға салдым, қайнаттым, жуасын салып. 5 сағат қайнағаннан кейін үстіне морковын салдым, укробын, чесногын, тұзын, бұрышын. Пісті 6 сағаттан кейін. Мастерокпеден өткізіп, жақсылап тұрып, сорпасын құйып, араластырып, осындай формаларға құйдым. Мінекей менде әдемі болып шықты. Осыны холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей менде холодильник пісіп, 1 сағат холодильникте тұрып, әдемі болып шықты. Дәмі өте ерекше. Әдемі формаларға салып, осындай қонақ келгенде дастархандарға холодныйдың қасына қоюға өте әдемі болып тұрады. Істеп көріңіздер, ас болсын.